Fucked and drank all night. Acted. Сәлем достар, 3-ші сабаққа келіп жеттік. 3-ші сабақтың тақырыбын мен супер переход деп алдым. Бұл супер переход бұл екі кадрдың бір-біріне ешқандай программасыз переходсыз жалғасып кетуі. Яғни бір-бірінің жалғасы. Біріншісі біткен кезде екіншісі автомат түрде жалғасып кететін болады. Қараңыз, мен қазір осы супер переходты сіздерге көп сөйлемей, дереу сізге көрсетейін. Объект ретінде мен осы пальманы алдым, жасанды пальма енді. Сізге көрсетейін. Телефонды дәл осындай ұстаймыз, екі қолмен өткен сабақтардағыдай постоянно, былайша айтқан кезде постоянно ұстаңыз, осылай, постоянно осы екі қолмен, екі басқармамен қатты қысып ұстаңыз, әдемі шығады. Достар, бұл переходты жасаған кезде сіз бастамасын және аяқ жағын движениеде аяқтау керексіз. Яғни, қараңыз, мысалы, мен қазір объектіні осы пальма деп алдым ғой. Объектіні алған кезде міне движениеде осылай бастаймын. Объекті ортаға келген кезде дәл осы вертикалды түрде ұстау керексіз. Мысалы, міне дәл осылай бастаймын. Дәл осылай. Көрдіңіз ғой, да? Мысалы, объектіні дәл осы камера ұстап тұрған інім деп алсам, Мұхамеджан, міне жерге қаратам. Бұл движениеде басталу керек. Движениеде басталды. Кішкене қатып ұстадыңыз, где-то 1 секундтай, миллисекунд, немесе 1 секунд жеткізбей. Осылай ұстадыңыз и мына осылай. Осылай орындалатын переход. Мен сізге қазір тағы да көрсетейін, пальманы қалай мен түсірдім. Қараңыз, сен тұра бер, Мұқа. Жерден бастадым. Движениеде басталу керек. Движениеде басталып, секунд ұстадым и астыға. Түсініңіз ғой? Движениеде бастадым, объекті вертикалды түрде алып келдім, міне объектті алып келдім и резко осы лақтырасыз. Қараңыз. Сіз переход жасаған кезде дереу осы вертикалды түрге положениеге алып келмеңіз. Сіз былай постепенно осылай, міне құлағына болу керек. Жерге құлаған. Қараңыз міне. Түсіндіңіз ғой, міне. Тағы бір рет. Жерден басталған бастамасы осылай, движениеде. Движениеде осы аяқталу керек. Осындай кадрлардың 3-4-еуін жинап болғаннан кейін, сіз оларда кез-келген программа салсаңыз да ол әдемі шығады. Мысалы, қараңыз, сіздікі бір кадрыңыз осылай басталды ғой. Бұл жерде объектіге мен пальманы алдым. Одан кейін мен қазір басқа жердегі бір кадрларда немесе сізге қазір примерлерін көрсететін болам. Дәл солай бір-бірінің жалғасын әдемі шығады. Ол жерде ешқандай программа қолданбасаңыз да әдемі шығады. Астынан үстіге дегеніміз ол осылай түсіріледі. Қараңыз, дәл осылай движениеде басталады. Объект ретінде осы камераны алатын болсам, осы үнімді алатын болсам, түсіп тұрған астынан үстіге движениеде бастаймын. Тек объектіге дейінгі кадрды сіз дереу алып келіңіз. Қараңыз. Бастадым. Объект түсірін арғай алып кеттім. Бұл жерде ең маңызды нәрсе, сіз плавно орындау керексіз. Алып келдім, жоғарылып кеттім. Алып келдім, жоғарылып кеттім. Мына жерде күнді алатын болсақ, мысалы, жағалаудағы. Жағалауда бір кадр деп алатын болсақ, немесе мына жақтағы жағалауда бір кадр деп алатын болсақ, қараңыз. Астыдан бастаймыз, міне. Секунд ұстаймыз и жоғары алып кетеміз. Жоғары алып кеткеннен кейін, дәл осындай кадрды сіз осының соңынан қосатын болсаңыз, ол әдемі шығады. Оның соңы ретінде жаңа біздің өзіміздің пальманы алатын болсақ болады. Жаңағы күннің кадры артта қалды, оны осыдан кейін қосатын болсақ әдемі шығады. Бастадық пальманы. Жоғары алып кетеміз. Кайфануть так, Джей для кентов так, Джей хайпануть, если ни о чем, чтоб Джей кайфануть так, Джей для кентов.